Әзесі маған ертегі оқып берші. Ертегі кітабыңыз бар ма? Келе ғой. Неге бар дейді? Кәне сен тиіш отырып тыңдай ғой, дұрыстап. Алтын балта деген ертегі екен. Ертеде бай мен кедей көрші болады. Кедей диірменге барып, байдың балтасын сұрап алады. Bir күні кедей диірменге барып, балтасын ағып жатқан диірменге түсіріп алады. Ол диірменшіге балтамды алып бер дейді. Ол қолын диірменге салып, бір алтын балтаны алып шығады. Ол кедейден мынау ма сенің балтаң деп сұрайды. Кедей жоқ, менің балтам емес дейді. Тыңда, дұрыстап. Диірменші екінші рет қолын салғанда күміс балта шығады. Сонда диірменші оған мынау ма балтаң дейді. Кедей жоқ, бұл менің балтам емес дейді. Сонда диірменші үшінші қолын салғанда ағаш балтаны алып шығады ол кедейден. Мынау ма сенің балтаң деп сұрайды. Сонда кедей, иә, осы менің балтам дейді. Сонда диірменші, пейілің таза адам екенсің. Сондықтан мына алтын балтаны ал дейді. Ол үйіне барып, не болғанын айтып береді. Балтаны ағып жатқан диірменге қалай түсіргенін айтады. Бай кедейдің айтқанын бәрін қайталап істейді. Ол балтасын суға түсіріп, әдейі диірменшіге балтамды алып бер дейді. Сонда диірменші алтын балтаны алып шығады. Ол байда мынау ма сенің балтаң дейді. Сонда бай, иә, менің балтам осы дейді. Диірменші оған өтірік айтпа, мынау сенің балтаң емес деп өзінің ағаш балтасын береді. Міне, анау бай өтірік айтып тұр әдейі істеп. Көрдің бе? Өтірік айтуға болмайды. Болмайды. Кедей адал адам екен. Шындықты айтып, өзінің балтасын алып еді, оған диірменші разы болып, алтын балтаны қосып береді. Өтірік айтуға болмайды екен. Өтірік айтса бермейді. Шындықты ғана айту керек, жарай ма? Иә. Өтірік айтпаңдар.